Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте қытырлақ, осындай роза тәріздес хворс дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, сіз де жасап көріңіз. Бізге керегі 3 жұмыртқа және ұн, басқа ештеңе керек жоқ. 3 жұмыртқаның үстіне ұнды осылай електен өткізіп аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сосын оларды жақсылап араластырамыз екеуін. Мен қант та ештеме де қоспаймын, осылай ұн мен тек қана жұмыртқамен қамыр дайындаймын. Кішкене керегінше тағы да ұн себесіз үстіне, сосын қамыр жинайтын боламыз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Міне қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды өте жұқа етіп жаямыз қамырды. Қамырларыңызды жайғанда қалың болмасын, себебі қалың болып кетсе, қуырыстарыңыз қытырлақ болып шықпайды. Осында роликтің көмегімен барлығын бірдей қылдырып, кесіп шығамыз. Одан кейін араларын ажыратып қоямыз, бір-біріне жабысып қалмау үшін. Міне осындай бізде дайын болды. Қуырысымыздың қамыры. Енді мен суши таяқшасының көмегімен пісірем қуырысты. Сіздерде суши таяқшасы болмаса, шпажки немесе ағаш қасықтың сабының көмегі арқылы да пісірсеңіздер болады. Міне суши таяқшасына орап алдым. Қайнап тұрған майға осылай айналдыра отырып, бір бағытта үзбей айналдырып отырып, пісіріп аламыз бір жағын. Мен вилканың көмегімен осылай екінші жағынан итеріп тұрам вилкамен, ашылып кетпеу үшін. Міне осындай қызарып піседі. Негізі қызармай, кішкене бұдан ақшылда болса да, біздікі ол пісті деген сөз. Өйткені біздің қамырымыз, нанымыз өте жұқа, ол тез піседі. Міне біздің қуырыстарымыз дайын. Осылай біртіндеп барлығын пісіріп аласыздар. Роза қуырыстары видеода көріп отқандарыңыздай өте оңай дайындалады және құрамы небәрі 2 ақ заттан тұрады. Дайын болған қуырыстың бетіне сахарный пудра сепсеңіз, одан әрі тәтті және столда әдемі болып көрінеді. Сіз де міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Ас болсын!